Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде влог. Күйеуімнің туған күніне дайындық. Таңымыз осылай атты. Завтрак ішуден. Папаң тұрады мына жақта. Сосын сендер бүйтіп келесіңдер де туған күніңізбен деп әмір сүйет, сешкон сүйет, акош сүйет. Бетінен құттықтаймыз. Бетінен құттықтап сүйесіңдер. Содан соң обед істедім. Обедке нан жоқ екен, магазинге зу етіп барып келдім. Балаларын осылай дайындап киіндіріп алдым. Біздің доставка берген затымыз келді екен. Сонымен барып алып кетейік деп негізі жолдасыма айтқан болатын, что біз үйде болмаймыз, мама папаның үйінде боламыз, өзің келе бер деп. Балаларды киіндіріп, есігімізді осылай құлыптап алдық. Жолға шықтық. Такси күтіп тұрмыз, такси келмейді. Төртеумен тұрдық жолда. Сонымен әйтеуір дегенде бір кісі тоқтап мәз болып отырып алдық. Кетіп баратырмыз жолға. Автобус остановкадан түсіп, автобусымызда келе қалды. Автобусымызға отырып, бізде өзі бірақ магазин бар, Каспий автоматы бар, сойға жол тарттық та жолдан өтіп алдық. Сонымен жолдан келе жатырмыз, бала шағам мына жақтан жүр десем жоқ, мына жақтан жүрем деп, олар менен қашып, мен олардан қашып, солар деген магазинге кіріп, затымызды алып, продуктымызды алып, қайтарды автобусқа мінейік десек, автобус жоқ, таксимен мініп, жолда сосын овощнойға кірдік. Овощнойдан кіріп, продуктыларымызды алып алдық та үйге уф деп қайттық. Сон жолда мен оңай картам жоғалтып алдым, хорошо, что басқа зат жоғалтпадым, уф шүкір деп үйге келдік. Подаркамызды упаковывать етіп жатырмыз. 4 балам 4 жақта, біреу скотчпен алысып жатыр, біреудің столдың үстінде отыр. Сонымен әйтеуір күштілеп тұрып упаковка жасап алдық. Упаковка деп қалай кетті өзі. Сосын осылай пысықтығым ұстап тауық пісіріп алдым. Торт пісірдім. Біз негізі ойлағанбыз түнгі 12-ден кейін жолдасым келсе сюрприз болады, стол жасаймыз, свечи қоямыз, семейный романтика боламыз деп сөйтіп дайындалған болатынбыз. Соның бала шағам біреусі пол сүртті, біреусі сыпырды. Арасында еще ужин жасап, ужин беріп алдым бұлардың. Сосын деген бұлар шар үрледі, әдемілеп тұрып, әйтеуір мәз дайындалып жатыр, қып-қызыл дайындық. Шомылды, бұлар еще әдем көйлектерін киді. Сонымен сөйтіп отырсақ, жолдасым жазды, мен жолда шаршап тұрмын, ұйықтап аламын деп. Сонымен уф деп. Болды, жүріңдер. Папаң ұйықтаймын дейді ғой жолда. Бүгін келмеймін дейді. Ертең құттықтайсыңдар. Жарай ма? Жүріңдер.